Made in Kazakhstan лейблімен жасалынған сән, жас дизайнерлер мен әлемдік подиумдарды бағындырған отандық сән индустриясының ең жарқын өкілдері. Сән апталықтарына шолу, өзекті трендтер мен стилистердің кеңестері. Сән мен сұлулықтың басты жаңалықтары сән мен сымбат бағдарламасында. Instagram біздің өміріміздің ажырамас бір бөлшегіне айналды. Әлеуметтік желінің арқасында жүздеген ару әлемге танылып үлгерді. Негізгі орындарды сән және лайфстайл блогерлер иеленеді. Кристиан Базан, Киара Феррани, Сьюзи Бабл, Леондра Медин миллиондаған аудиторияны өздеріне тәнті етті. Олардан қазақстандық сән қойлар да қалсар емес. Маржан Марқаметова, Айнұр Байтенова және Камилия Қанапьянова өздерінің стильдерінің арқасында Instagram жұлдыздары атанды. Менің Instagram парақшам қызықты. Адамдар оған кірген кезде рухтанып, саяхаттардан, сәнді киімдерден әдемі суреттерді көреді. Мен өзімді сән блогері санаймын. Менің Instagram парақшам арқылы адамдар шабыттанатындығын баса айтқым келеді. Мен Instagramдағы парақшамда күнделікті өмірімді жариялап тұрамын. Ағылшынша айтатын болсақ, лайфстайл. Өзімді инста-ана, сән блогері санаймын. Менің Instagram парақшам 100% өмірімнің кескіні. Сонымен қатар күнделікті жоспарлы жұмыстарымнан үзіндісі. Күн сайын қыздардың хабарламаларына көптеген оқырмандар үлбіл басады. Блогерлер болса қызықты оқиғаларын жазып, саяхаттан алған әсерлермен бөлісіп, өздерінің сәнді образдарын салады. Менде контент жоспарды алдын ала бір аптаға толықтыратын қосымша бар. Ол қандай да бір суретті әшекей бөліктерін таңдауға міндетті түрде қолданылады. Суретке талдау жасайтын бұл қосымша әсіресе тамаққа, фуд сурет, үй жабдықтауға қолданылады. Ол интерьер суреттері, саяхаттағы суреттер, балалармен, жолдасыммен түскен суреттер. Фотографии с путешествий, дети, муж, ну и, соответственно, мои образы. Суретті өңдеу маңызды рөл атқарады. Себебі Instagram ол ең алдымен виртуалды портфолио. Фото түсірілімге дайындықтың өзі қыруар еңбекті талап етеді. Сән блогерлері киімдерді мұқият таңдап, түсірілімді де өздері белгілейді. Егер сіз ашық түсті суреттерді қаласаңыз, онда киімдерді де ашық реңді етіп таңдау қажет. Ақ, нәзік алқызыл, көк түстер, яғни ашық реңктер. Егер сізде Instagram қара түсті болса, қою түсті киім кию керек. Кез келген қаладан әдемі жерді табуға болады. Ондай орындарды білу қажет, және оны өз стиліңізге сай таңдаңыз. Мен саяхатқа шыққан кезде алдын ала киетін киімім мен баратын жерімді анықтап аламын. Мысалы, Парижде біз бұрын соңды болмаған жерге баруға тырысамыз. Стильді болу үшін қымбат брендті киім кию міндетті емес. Сәнді образды жасауда ашық түсті киімдер жеткілікті. Ал қара түс сән блогерлер үшін тыйым салынған реңк болып табылады. Айнұр Байтенова әлеуметтік желіде табысқа жету үшін өз әдеттерін де өзгерткен. Менің Instagramымда айтарлықтай нақты бір стиль жоқ. Егер сіз парақшамды көрген болсаңыз, онда бірдей фильтр немесе белгілі бір бағыт бар деп айта алмаймын. Ал Камилия Қанапьянова өз парақшасын естелік күнделігі деп санайды, және сәнді образдарын мүмкіндігіне сай салып отырады. У меня нет определенного стиля в Инстаграме. Если вы посмотрите на мою страницу, менің Instagram парақшам оқырмандарым күнделікті бақылап отыратын өмірімнің бір үзігінен тұратын күнделік. Мен фото түсірілім жасап, арнайы киім кимеймін. Егер әдемі киінсем, суретке түсіп, оқырмандарыммен бөліскім келгені. Специально каких-то, может, даже фотосессий или луков для Инстаграма. Если я красиво одета, я стараюсь это запечатлеть, поделиться со своими подписчиками. Instagram тек өңделген суреттер ғана емес, шынайы өмірдің көрінісі. Маржан, Айнұр және Камилия балаларына көбірек көңіл бөледі. Инста-аналар фото түсірілімдер ұйымдастырып, пікірлерін білдіріп, кеңес беріп отырады. Мен суреттерді жариялаған кезде кішкентай болса да пайдалы ақпарат беретін хабарлама жазуға тырысамын.
әсіресе балаларға қатысты. Өйткені маған көптеген аналар жазылған. Адамдар тәрбие туралы, қандай балабақшаға, қай ауруханаға, қай дәрігерге баратынымыз жайлы жиі сұрайды. Сондықтан аналарға өз көмегімді тигізіп, пайдалы кеңес беріп отыруға тырысамын. Менің Instagram парақшам ұлымның дүниеге келуімен одан әрі әсерлі бола түсті. Ол бәріне ұнайды, сондықтан оны белсенді жариялай бастадым. Әрқашан ерекше, екеуміз үйлесімді көріну үшін оның гардеробын мұқият таңдаймын. Балалармен түсірілген суреттер кездейсоқ пайда болады. Бірақ кейде оларды киіндіргенде еріндерін бояп, далап жағатын кездер болады. Менің кішкентайларымды балаларға арналған брендтер өздерінің жаңа топтамаларын ұсынуға модель ретінде жиі шақырып тұрады. Бұл блогерлерді трендсеттерлер деп атауға болады. Оларға барлығы еліктейді. Бүгінде бұл қыздар сәнді брендтермен серіктес болып жарнамаларға түсуде. Мені қазірдің өзінде үлкен жобалармен түсірілімдерге фотограф ретінде шақырады. Ол жаңа сән түсірілімі, қаладағы ерекше мейрамхана мәзір болсын. Тіптен кішігірім бейнероликтерге оператор, режиссер, сценарист ретінде шақырады. Сондықтан қазір мен блогтар жариялауға бел будым. Грубо говоря, ты пишешь в Инстаграме, а на Ютубе ты все рассказываешь. Заманауи фэшн-блогерлер стиль мен сән әлемінде бейімделуге көмектеседі. Қазір ғаламтор дара әрі мінсіз талғамы бар әрбір адамға атақты болуға мүмкіндік беруде. Бүгінде көше сәні сән әлемінің жеке бір саласына айналып үлгерді. Ал оның екі түрі бар. Біріншісі сән апталы уақытында орын алады, екіншісіне күнделікті өмір кіреді. Жалпы стрит-стайл сән қой арулардың күнделікті образдарын қатаң кеңсе стильмен үйлестіруге мүмкіндік береді. Бүгін сән мен сымбат бағдарламасының шақыруымен Олжас Жәкенов стрит-стайл фотосуреттері жайлы баяндамақ. Ол 3 жылдан бері Астана, Алматы, Мәскеу мен Киевтің фэшн-уиктерін түсіруде. Я всегда ищу героев, которые будут выглядеть не только стильно. Мен әрқашан стильді, әрі қызықты көрінетін кейіпкерді іздеймін. Егер ол адам түгелдей татуировкамен болса, тіптен тамаша болар еді. Егер стильді киінбейтін болса, қызықты емес. Сол себепті маған әркез ешкімге ұқсамайтын өзіндік қылығы бар адамдар ұнайды. Көз қарасы болсын, жымиысы болсын, бастысы ол кейіпкер қызықты болуы керек. Что угодно. Главное, чтобы человек выглядел очень интересно. Стрит-стайл фотографтарына объективке түсіп қалуды армандайтын адамдарды түсіру зеріктіреді. Ерекше киінген кейіпкерлерді көргенде олар бірден суретке түсіруге асықпайды. Алдымен әңгімелесіп, түрі мен қылығына қарай ұсыныс жасайды. Міне Олжас көпшіліктің арасынан өзінің назарын аудартқан бірінші сән қоймен танысып үлгерді. Сәлеметсіз бе? Кешірім сұраймын, мен қазір көше сәнін суретке түсірудемін. 1-2 кадр жасасам қарсы емессіз бе? Сіз өте стильді көрінесіз. Еңкейіп отырып телефоннан бір нәрсе қараған секілді қимылдарды жасай аласыз ба? Қысқа фото түсірілімі аяқталды. Фотограф ерекше киінген сән қойларды іздестіруді жалғастыруда. Кейіпкерлер қаланың әр жерінен табылып жатты. Өйткені Олжас ең жақсы кадрының қай жерде табылатынын алдын ала білген емес. Мне нравится город в общем. Маған жалпы қала ұнайды, және неге екенін білмеймін. Қандайда бір сауда орталықтарының аумағында кофе ішетін орындарда суретке түсіремін. Өйткені өте стильді көрінеді. Стрит-стайл фотосуреті ерекше бір кезеңдерден тұрады. Егер сен сол уақытты ұстап қалмасаң, фотосурет жасай алмайсың. Модельдер тұрғысынан ойлайтын болсақ, осындай қорытындыға келеміз. Модель немесе суретке түсуші әдемі киініп, ең керемет сәтті ойластыру қажет. Классные фишки придумывать и так далее. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе, сізді суретке түсірсем қарсы емессіз бе? Мен қазір көше сәнін суретке түсірудемін. Жақсы? Иә, жарайды. Тамаша. Қане бұлай жасаймыз. Егер сіз 1-2 қадам жасасаңыз, маған ыңғайлы болады. Жақсы ма? Рахмет.
Көріп отырғандарыңыздай стрит-стайл фотосуреті сән апталықтарынан тыс. Қаланы бірнеше сағат шарлап, бірде-бір сурет түсірмей кетуге де болады. Сол себепті сурет жасандылықсыз көшеде түсірілсе әсерлі болып шығады. Бүгінгі күн ойдағыдай өтті. Біз көптеген кадрлар жасадық. Олар біздің кейіпкерлерімізге ұнайтындығына сенімдімін. 2017-нің жазында сапан қалпақтар хитке айналды. Бүгінде ол тек жағажай образына арналған әшекей ғана емес, сонымен қатар қалалық стильдің бір бөлігі. Ал олардың алуан түрлі үлгілері ең талғампаз сәнқойлардың көңілінен шығуда. Сабан қалпақтардың негізгі түрлеріне тоқталатын болсақ, олар канатье, федора, сомбреро және панама. Бірақ оның басқа да түрлерін атауға болады. Канатьені ең сұранысқа ие қалпақ үлгісі деп атауға болады. Ол күннен жақсы қорғайды. Сондықтан 19 ғасырда осы үлгіні венециялық гондольерлер киіп, бұл сән Италиядан барлық Еуропа елдеріне тараған. 1930 жылы канатьені әртүрлі спортпен шұғылданатын әйелдер кие бастады. Бүгінде бұл қалпақ бүкіл әлемге әйгілі. Алғашында оларға Еуропаның танымал дизайнерлері қызығушылық танытқан. Біз оларды көбіне топтамалардан көретінбіз. Әсіресе Шанель канатьені жиі киетін болған. Өйткені бұл бас киім барлығымен, кешкі көйлек, күнделікті киімдермен, джинсымен де үйлесімді. Федора стильді әрі тартымды көрінеді. Бұл бас киімнің төбесінде саусақпен ұстауға болатын үш майысқан жері болады. Федора алғашында ерлердің қалпағы саналған. Оларда адамның қалауына сай әр қалай киюге мүмкіндік бар. Қалпақты маңдайға түсіріп кисе, образды нәзік әрі романтикалық етіп көрсетеді. Федора сондай-ақ цилиндрлер кез келген киіммен үйлесе кететін бірегей үлгі. Оны көйлекпен де, джинсымен де, қысқа белдемшемен де киюге болады. Ол қалалық, жағажай, романтикалық стильге де келеді. Сонымен қатар, сән әлемінде қалпақтың кең жиекті және төбесі ашық көлемді үлгілері бар. Олар көптеген топтамаларда ұсынылды. Мысалы, флоренциялық қалпақ, кокодама және слауч. Олар күннен қорғап қана қоймай, адамды ерекше стильді етеді. Кең жиектілері негізінен шілтер, ұзын кешкі көйлектермен, қандай да бір романтикалық кешкі киімдермен жақсы үйлеседі. Көбінесе қалпақтар бір түсті болып келеді. Мәселен, ақшыл, қара, ал қызыл көк. Сәнқойлар үшін екі түсті үлгісі дайындалады. Төбесі қызыл түстен болса, жиегі жасыл реңді. Ерекше бөлшектермен әсемделген сабан қалпақтар өте стильді көрінеді. Әрлеуге келсек, оны кез келген ұсақ түйек заттармен, шынжыр болмаса түрлі түсті ленталармен көмкеруге болады. Сондай-ақ шілтермен әсемдеуге мүмкіндік бар. Барқыт пен атлас ленталарды да қолдана аламыз. Жарасымды қалпақтарды таңдауда беттің пішіні мен тері түсіне мән береміз. Мысалы, дөңгелек жүзді ханымдарға төбесі биік және кең жиекті қалпақтар үйлесімді. Кокодама сияқты. Ең дұрысы мұндай адамдарға маңдайды жауып тұратын кішкентай қалпақтардан бас тартқан жөн. Бір жағына қисайып тұратын немесе асимметриялық зері бар. Мысалы, бантпен әрленген қалпақтар 4 бұрышты бет пішініндегі ханымдарға жарасады. 3 бұрышты бет пішіні үшін ең ұтымды нұсқа кішкене жиекті федора өзгелеріне қарағанда үйлесімдірек келеді. Қара торы аруларға ашық реңді қалпақтарды таңдаған дұрыс. Ал ақ құбаларға қалпақ түсінің тым ашығырақ болғаны жөн. Стилистер қалпақты сатып аларда өзіңізге ұнамды, өлшемнің дәл келетіндігіне көз жеткізу үшін бір рет болсын өлшеп көруді ұсынады. Дизайнерлік әшекейлер әдемілік үшін ғана емес, ол адамның даралығын білдіруі тиіс. Дәл сол себепті көптеген қыздар қауымы эксклюзивті қолөнер бұйымдарын ұнатады. Бұл осындай бұйымдарды ұсынатын дизайнерлер санының артуына алып келеді. Солардың бірі Анна Манькова. Менің идеям таңғажайып дүние болып шықты. Мен табиғи материалдарды қолдандым. Құтыдағы таңғажайып әлем, қараңғыда жанатын саңырау құлақтар секілді әшекейлерді жасап шығардым.
идея перенести волшебство мира в мои маленькие картины. Авторлық әсемдік бұйымдарының айрықша белгісі оның сапасында. Идеясын іске асырмас бұрын шебер жанасымды материал таңдайды. Кейде мұндай процесс әшекейдің жасалуына қарағанда анағұрлым ұзаққа созылып жатады. Міне 3 жылдан бері Анна тек дизайнмен ғана емес, кристалдар, тастар, шөптер мен қабыршақтарды жинаумен де айналысады. Мен оларды жинау үшін тауға барамын. Тауға шыққанды, табиғатты жақсы көремін. Бақбақтарды теремін. Оларды кептірген кезде қандай болатындығын білмеймін. Сондықтан барлығын жинай беремін. Ал кептіргеннен кейін әдемілерін алып қаламын. Ары қарай дизайнер оларды бояйды, немесе әшекейлер қараңғыда жарқырау үшін саңырау құлақтарды отырғызады. Өсімдіктер мен шөптерден Анна бойтұмар жасайды. Бір бұйымға 2 сағаттан бірнеше айға жуық уақыт жұмсалады. Бойтұмардың ішінде кішкентай жемістер мен кондитерлік өнімдер болуы мүмкін. Мұндай үлгілерді тәтті құмарлар ұнатып жатады. Бақбақтан жасалатын сақина мен білезікті арулар романтикалық ерекшелік үшін жақсы көреді. Осылардың ішінде ең танымалы бақбақтан жасалғандары. Әсіресе қыста жазды, жылылықты аңсаған кезде тұтынады. Міне, мынадай күміс сақина мен сырға. Олар өте жеңіл және қызықты көрінеді. Әсемдік бұйымдардың бағасы қымбат тастардан жасалынған бұйымдарға қарағанда әлде қайда төмен. Бірақ бұл бұйымның тартымдылығы олардан кем деген сөз емес. Табиғи тастардың қайталанбас әдемілігі түрлі реңктер беріп, образды ерекше етеді. Бұл менің ең сүйікті алқам. Өңделмеген табиғи кристалл тастар бар. Мен оларды баптаймын, ішіне саңырау құлақ өсіремін, шөптерді егемін, олар қараңғыда жарқырайды. Көпшіліктің ортасында көзге түсу үшін зергерлік қымбат бұйымдарды сатып алудың қажеті жоқ. Заманауи авторлық әсемдік бұйымдар кез келген әйелдің әсерлі көрінуіне мүмкіндік береді. Салауатты өмір салтын ұстану және спортпен шұғылдану сәнге айналды. Жаттығуға арналған киімдерді таңдау кейде қиынға түседі. Ыңғайлы киім мен аяқ киім біздің спортпен шұғылдануымызды барынша жайлы етеді. Ең алдымен ыңғайлы болуы керек. Яғни жаттығу аптасына 2-3 рет болып тұратын болса, киім әр жаттығудан кейін жуылып тұруы тиіс. Мұндай жағдайда киім бүлінуі мүмкін. Сондықтан киім таңдауда тағы да бір ескеретін нәрсе, киім жеңіл, ыңғайлы және ауа өткізгіш болуы қажет. Сондықтан спортпен шұғылдануға арнайы материалдардан тігілген киімдерді сатып алған жөн. Ол мақта немесе полиамид және эластан секілді синтетикалық маталар болуы мүмкін. Фитнес киімдерінің бірнеше модельдері бар, яғни матаның құрамына байланысты көптеген түрлері кездеседі. Термоәсер беретін киім. Мұны адамдар көбіне арықтау үшін алады. Керісінше термоәсері жоқ киімдер бар. Ол жаттығудың жайлы болуына септігін тигізетін ылғал сіңіргіш, ауа өткізгіш болып келеді. Фитнеске арналған киімді сатып аларда маңыздысы өлшемді дұрыс таңдау. Өте кең киім әдемі көрінбейді. Ал тар киім қимылдаған кезде қиындық тудырады. Киінуге көп уақыт кетірмеген дұрыс. Қысқа белдемше, топ пен шалбар үйлесімді жиынтық. Егер көшеде шұғылданатын болсаңыз, сізге жеңіл күртеше кию қажет. Жаркую погоду Ыстық ауа райына арналған түгелдей денеге жабысып тұратын термокиім бар. Оның сыртынан кеудеше немесе іш көйлекті киіп жүре аласыз. Ұзын жеңмен де, іш көйлекпен де ыстықтамайсыз. Ол түгелдей жабық және дене температурасын бір қалыпты ұстап тұрады. Она держит температуру тела. Әрине, киімнің ыңғайлы әрі жайлы болғаны маңызды. Әр мезгіл ауысымында спорт формасының тенденциясы өзгеріп отырады. Қазір барлық өндірушілер фитнеске арналған комбинезон тігіп шығаруға әрекет етіп жатыр. Лосиналарға пуш-ап әзірленуде. Осы сияқты өзгешеліктер қазір тренд саналады.
подставки, сетки. Түстердің гаммасына келетін болсақ, ашық реңдер сәнде, сондай-ақ сәнді суреттер трендте. Кестелі немесе графикалық принттермен әсемделген спорттық аяқ киім мен кеудешелерді жиі кездестіруге болады.